Сымбат Сұлтанқызы, жоба жетекшім, Тәжиева облысының жобаның тақырыбы Қазақстанда табиғатты пайдалану проблемаларын анықтап шешу жолдары. Табиғат адамзаттың іс-әрекетіне қарай сай жауап береді. Адамдар табиғаттағы қорларды қайтарымсыз, сауатсыз пайдаланып, ауа, су, топырақтарды ластап отыр. Адамдардың іс-әрекетінде шегі болу керек. Адамдардың іс-әрекеті мен табиғаттың шешу жолдары тепе-тең болу қажет. Яғни биосфераның болашағы адамзаттың санасы мен парасаттылығына тәуелді болып отыр. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану. Қазіргі таңда табиғат ресурстарды тиімді пайдалану бізді Қазақстанда ауқымды проблемалардың бірі болып отыр. Яғни оның нақты себебі Қазақстанның қорықтардың қорғалмауында. Сонымен қатар қазіргі Қазақстанда негізінен бізде ресурстарға бай елдердің қатарына кіреміз. Бірақ сол ресурстарды игеретін бізде нақты белгілі бір маман иелерінің жоқтығында болып отыр. Дамыған елдерге қарасақ, ресурстарды өндіруші, экспорттаушы көп жағдай жасалған. Егер де біз осы жолға түсетін болсақ, Қазақстанда тиімді ресурстар пайдаланудан бізде проблема болмас еді. Табиғи қорлар ол адамзаттың рухани және материалдық өнімдерін қалыптастыру үшін болатын қорық түрлерін біз табиғи қорықтар деп атайтын боламыз. Дүниежүзі бойынша негізінен 2600 қорық түрі бар. Қазақстанда 10 мемлекеттік қорық түрі бар. Оларды атап өтсек, Ақсу, Алматы, Барсакелмес, Наурызым, Марқакөл, Алакөлді біз осы мемлекеттік қорық түріне жатқыза алатын боламыз. Табиғатты пайдалануды біз осындай салалық, ресурстық, аумақтық деген түрлерге бөлеміз. Салалық дегеніміз табиғат ресурстарды белгілі бір салада пайдалану болып табылады. Ал ресурстық дегеніміз кез келген салалыққа ресурсты пайдалану болып табылады. Ал аумақтыққа біз белгілі бір ресурсты белгілі бір аумақта ғана пайдалануды біз айтап өтеміз. Табиғатты тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге болатын және болмайтын біз жоспар құрып көрсеткен болатынбыз. Яғни ол жоспарда табиғатты қорғауды басқарту қызметін кешенді түрде іске асыру, сонымен қатар табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, сонымен қатар халық арасында сол табиғатты қорғау жөнінде іс-шаралар мен оқыту өткізу, осыған және де шет мемлекеттермен іс-шара экология жүзінде іс-шара жүргізу болып табылады. Біз мына жерде ауаның не себепті ластануын көре аламыз. Яғни ауаның ластануына көптеген ауаға көмірқышқыл газының әсерінен бізде көбінесе ауа ластанып отырады. Ал бұл жерде мұнай қалдықтарының топыраққа әсерін көре аламыз. Яғни мұнда жатқан мұнайлар топыраққа өзінің жаман химиялық реакциясын бөліп, топырақты ластап жатқанын біз бұл жерде көре аламыз. Сонымен қатар орман ресурстарының жойылуы, орман ресурстары үлкен аймақтағы ормандарды кесу, ормандардағы тиімсіз пайдалану, дамушы елдерге отынға кетуі осы орман ресурстарының жойылуының негізгі себептері болып табылды. Осы мәселелерді шешу жолында бірінші тазарту қондырғыларын орнату болып табылады. Яғни ол бізде ауа ресурсын тиімді пайдалану жолына кетіп отыр. Екінші түрі жер асты суларын пайдалану, қайта өңдеу жұмыстарын қарқынды түрде жүргізу болып табылады. Үшінші түрі бізде дамыған мемлекеттер бірігіп экологиялық нормаларды қолға алу, табиғат ресурстарын қолдану болып табылады. Қорыта келе, табиғатты пайдалану және табиғатты қолдану ол бір-бірімен байланысқан, теңескен бір ұғым болып табылады. Яғни ол табиғатты пайдалану деген біз ұғымды жасай аламыз. Табиғатты дұрыс пайдалану және оны қорғау өз қолымызда. Назарларыңызға рахмет.